әрбір тренер негізінде арманы зал ашу. Сол кішкентай кезден бастап сол спортты бастаған бастап осылай зал ашсам екен деген өзімнің арман болған. Бәрін жауып тастап кеттім деген кез болды ма, шаршап? Енді өзімнің қателіктерім де бар. Доғырға дұрыс отырмаған. Бізді 10 күн қалған кезде просто залдан қуып шықты да енді. Осы бизнеста сенде ең үлкен қандай шығын болды? Адамдар тартуға тырысам, өзім тренермін. Адамдарға консультация беремін, өзімнің ақылымды айтамын, тимбилдингтер жасаймын. Осы фитнес-клуб қанша уақыттан кейін саған табыс әкеле бастады ашқаннан кейін? Кәсіпкерлік 360 градусқа өзгертті ғой. Сәлем достар, есімім Бәкен Сақтаған, бизнесмен, бизнес-наставникпін. Мен өзім каналымда қалай бизнес ашу керек, бизнесті қалай жүйелі жүргізу керек, қаржыны қалай басқару керек, психология жөнінде айтамын. Менің мақсатым кез келген адам қалай кәсіп ашуға болады, қандай қиындықтармен кездеседі және оны қалай шеше алады, соны сіздерге көрсету. Бүгін жас кәсіпкер Ақниет ініміздің кәсібіне келдім. Ассалаумағалейкум, Ақниет. Өзіңді таныстырып өтсең. Менің есімім Ақниет, Аконжим фитнес желісінің основателімін. Осы бизнесте зал ашқаныма 3 жыл болды менде. Жалпы жыл. Осы бизнесқа қалай келдің? Қандай идея сені осыған итермеледі? Негізі мен өзім фитнес тренер болдым. Негізі студент болып жүрген кезде мамандығым строительство. Сол кезде штанге қатыстым. Негізі жас кезімде өзім спортқа қатты қызыққан болатын. Сөйтіп жүрген кезде именно мен оқу бітіріп жатқан кезде фитнес бүкіл әлемде дамып жатты да. Өзім қызығатым сол кезде андай дене шығарып, сымбатты денесін шығарып, сондай фитнеске қызықтым. Сөйтіп келген кезде уже сразу фитнес тренер болып кеттім ғой үшін. Бірінші клубта тренер болдың, содан кейін бизнес аштың, Ол әрбір тренер негізінде арманы зал ашу. Сол кішкентай кезден бастап сол спортты бастаған бастап осылай зал ашсам екен деген өзімнің арман болған. Сол бұйыртса жұмыс жасап жатырмыз қазір. 3-ші жыл осы, 3 зал бар. Бірінші залыңды ашқан күнің есіңде ме, сезімің? Бәрі есімде. Ол негізінде ол бизнеске ақша салған жоқпын бұған. Бірақ өзім зал ашу үшін көп ақша керектігін білем. Сол көп ақша жолында өзім жұмыс жасаймын дедім, басқа жерлерден ақша жинап. Мен спорттық тағамдар саттым, өзім тренерство бар, содан бүкілінен ақша жинап зал ашам дедім. Бірақ на самом деле зал ашуға маған көп ақша кеткен жоқ. Осындай попадать етіп қалды, сондай зал шықты. Мен соны арендаға сразу алып бастадым. Сен ойлағаннан да қандай қиындықтар болды осы бизнесті ашқан кезде? Сен күтпеген? Менде зал ашқан кезде, негізінде бізде зал ашқан кезде көп операционкасы көп ішінде. Бізге каждый мелочь деталь қатты әсер етеді. Мысалы шаң болып тұрса, бір жер жиналмай тұрса, сол клиенттің настроениесіне қатты әсер етуі мүмкін да. Мен енді өзім даже стресстен ең басында даже кішігірім ауырып қалған болатын ше. Больницаға жатып, сондай стресстен сондай ситуациялар болған. Бірақ та ең қатты қиындығы сол операционка ғой. Каждый нәрсеге тазалыққа қарауың керексің, дұрыс команда құруың керексің. Ол командамен қазір жұмыс жасау керек, оларды үйрету керек. Қазір тимбилдинг, соның барлығы біздің бизнеске әсер етеді. Ал ең басындағы ашқан кезде қандай қателіктер болды? Қателік жүйенің жоқтығы болды ғой. Жүйе жоқ. Бір сотрудник жалда несең оған ақша тауып беру кішігірім қиынырақ болды. Нужный сотрудниктерді тартамай қалдым. Маркетинг тоже кішігірім дұрыс емес болып қалды. Оның барлығы опытпен келді. Әр жерден кітап оқыдық, әр жерден сияқты бизнесмен кісілермен араластық. Солайынан уже опытпен қазір шүкір жүйеге келтіріп келе жатырмыз әменде. Бәрін жауып тастап кеттім деген кез болды ма, шаршап? Жоқ, ондай болған жоқ. Қанша қиналсам да бәрібір өзің жақсы көретін ісің. Енді біз бизнесмен болғандықтан біздің талантымыз берілмеу керек деген ғой, психологически мықты болу керек. Ал кезде психологически мықты болмасаң, ол кезде әрине тастап кетесің ғой. Сондықтан білмеймін, мен өзім спортпен айналысқаным көмектесті ме деп ойлаймын, өйткені дисциплина. Дисциплина қанша қиын болып жатса да, алдыға қарай бәрі жақсы болатынына сену ше. Негізі спортсмендерден мықты бизнесмендер шығады. Негізі өйткені ол бизнес деген ол қайтпау ғой, ешқашан қайтпау керек. Өйткені бизнесті әрқашан құлайсың, тұрасың. Сол мен өзім бизнесті сол спортпен жаңағындай салыстырамын, өйткені спортта да күн сайын тренировка жасайсың, жалығып кету мүмкін да бір күні ауырып қалу мүмкін. Сондай моменттерде де тоқтамай
тренировканы қалдырмай жасау, жұмыс жасау, вот бизнесте де сондай ғой, қанша қиындық болса да тоқтамай өз әрекетін жасай беру керек деген сияқты. Жалпы бизнес деген спортпен соғысын тоғысқан жер дейді ғой. Осы бизнеста сенде ең үлкен қандай шығын болды? Менде шығын дегенде, мен негізі бизнес ашқан кезде, жүргізіп жатқан кезде, құдайға шүкір ешқандай шығындар болған жоқ, бірақ осы жазда, осы май айында негізінде 4 точка болу керек болады. Менде сол біреуін жауып тастадым жаңағындай. Енді өзімнің қателіктерім де бар, договорға дұрыс отырмаған, бізді 10 күн қалған кезде просто залдан қуып шықты да енді. Бүкіл сол кезде адамдардың возвраттарын қайтарып бердім, сосын қарыздар болып қалған, солардың барлығы сол маған қатты шығын болып кетті ше. Ол да тәжірибе болды осы. Ол да тәжірибе болды. Ол жерде тәжірибенің ең қатты маған бір үлкен инсайт бергені, договорға дұрыс отыру керек. Барлығын қарау керек, каждый пунктты дұрыстап қарап шығу керек. Вот мен соны зданияның хозяиндармен дұрыс отырмай қалғам ғой. Олар не айтса да келісе салғам да. Көп кәсіпкерлер осындай өзіне бір здание іздеген кезде, мен шәкірттерім арасында да болады. Кішкене бір ыңғайлы келіп тұрса, договорға қарамайды жүгіреді. Сразу эмоциямен бірден алып кетеді да, ой болды шығарып аламын ғой деп, бірақ ол үлкен последствия келеді. Сондықтан да маған андай аузы күйген үрлеп ішеді дейді ғой қазір. Договордың барлығына қазір қарайтын болдық енді солайдан. Дұрыс. Осы фитнес клуб қанша уақыттан кейін саған табыс әкеле бастады ашқаннан кейін? Ашқаннан кейін енді негізі мен залды алған кезде негізі ол и так та жүріп адам болған негізі. 10 адам ба сондай келетін зал болған ғой. Потом мен оны там ремонт жасадым, оны қайтадан новый команда әкелуге тырыстым, көп тренерлер жинадым, мықты администратор, бүкіл мықты сотрудниктер жинағаннан кейін уже жақсы табыс әкелді. Бірақ ең басында табысымды айтсам енді өзім миллион шығаратын болса сонайынан. Еще мен миллионды оны таза пайда деп есептейтін тұғым. На самом деле таза пайда емес та, одан кейін налог бар деген сияқты, либо басқа да шығындар бар, солардың бәрі. Негізі осы фитнес клубтың ең басты табысы неден келеді? Абонементтен келеді. Абонементтен, иә? Абонемент. Бір келіп кеткен адамдар болмайды, табысты өсірмейді олар, иә? Иә, абонемент, бізде айлық абонемент бар, 6 айлық, жылдық. Негізінде өзім ақша табудан бұрын, енді ақша табу бәрібір бізде кредо ғой, бірақ ақша табудан бұрын менде андай мақсат бар да. Қалай түсіндірсем, менің жоспарым адамдардың өмірін хотя бы 1%-ке осыны өзгертсем екен деген сондай мақсатпен жүремін. Денсаулық. Иә, денсаулық. Егер де сондай мақсатпен жүрсе, ақша и так та келеді да. Сондықтан да менде Қазақстан бойынша баға қатты қымбат емес, бізде фитнес клубтар көбісі қымбат қой. Менде орташа чекпен жұмыс жасаймын, что адамдарды тоже ойлаймын да. Олардың жаңағыдай спортпен айналысуын желаниесін қашып жібергім келмейді да, ақша арқылы ше. Орташа чек шығарып, өздеріне бір қолайлы баға қойып, солмен жаңағыдай келе беретіндей жасап қойдым. Бірақ енді көп адам келеді бізге. Дұрыс. Осы бизнесте жалпы клиенттер саны маңызды ма, әлде чек маңызды ма? Екеуі де маңызды ғой негізі. Негізі пайда деген средний чекпен количествоның көбейтістісі ғой. Иә. Сондықтан да екеуі де маңызды, бірақ енді средний чекті кішігірім өсірдім, бірақ қатты емес адамдарға бір қиындық тумайтындай. Көбінесе жастар келеді, студент жастар келеді, средний сегментте адамдар келеді. Сондықтан да қатты средний чекті өсіре алмайтын ше. Бірақ та количество жағынан өсіруге тырысып жатырмыз. Көлеммен жатсың, жалпы клиент трафик саған қай жақтан келіп жатыр? Қалай сені біліп жатыр? Негізі таргет деген нәрсені қатты қоспаймын ше. Өйткені мен ойлаймын, таргет деген ол сенің маркетингінің планның жетіспеушілігінен деп ойлаймын ше. Таргетті ең соңғы воронкада, ең соңғы орынға қоймаймын. Мен ең бірінші очередь құндылыққа беремін, ол бірінші тренерлерге. Каждый тренер өзі жақсы жұмыс жасайтын болса, ол и так та мысалы естит сарафаны радио бар, там бір тренер болуы мүмкін, мысалы өзі блогер, сол бізге көп трафик алып келеді. Екіншіден мен өзім жаңағындай адамдар тартуға тырысам, өзім тренермін, адамдарға консультация беремін, өзімнің ақылымды айтамын, тимбилдингтер жасаймын, тауға шығарамыз біз, одан кейін неше түрлі фитнес партиялар жасаймыз, футбол ойнатамыз, жарыстар ұйымдастырамыз. Бізге наоборот сондай ценностьтар көп адам әкеледі ше. А просто таргетке жіберіп қойсам, ол
білмеймін, таргетке көп жібермеймін даже. Таргетті даже бір үлкен основной күш деп те есептемеймін өзімше. Жалпы клиенттерді қалай ұстап қаласың, келген клиенттер? Вот құндылықпен біздің залда көп адам нәтиже шығарады ше. Көп адам, өйткені бізде атмосфера бар да. Жаңағыда кеп әшейін өтірік неғып кетпейді, бізде араласады, адам бір-бірімен сөйлеседі, орта қалыптастырамыз. Вот солайынан тренировкадан олар қалмайды, міндетті түрде результат болады. Мысалы бір качок адам болатын болса, қасына сол да қарап качок болғысы келеді ше. Вот сондай результаттармен біз ұстап отырмыз деп ойлаймын ше. Жалпы сені қараймын, дұрыс, көбіне бизнестің иелері өзінің денесіне көңіл бөлмей кетеді енді шын ғой. Сен өзің осы салада жүргеннен кейін өзің былайша айтқанда үлгі ретінде өзіңнің денеңмен жұмыс жасайсың. Әрине. Мен бірақ енді бұрында фитнес тренер болып жүрген кезде әрине ол кезде үлкен болдым, қазір енді арықтап кеттім негізінде. Бизнес бәрібір арықтатады, бірақ мен ойлаймын, бизнесмен болса да, адвокат болса да, қандай кәсіптің түрі болса да, адам спортпен айналысу керек. Энергия. Иә, ол өйткені біздің ақша табуымыз ішкі энергиямызға өте қатты байланысты. Ішкі энергияны көтеру үшін бірінші қозғалыс керек те. Мен айтпаймын, фитнеспен, жүгірумен айналысса да болады, дзюдомен айналысса да болады, бірақ қандай спортпен айналысса да, ол ішкі энергияны көтереді. Ішкі энергия көтерсе, көп ақша болады деген сияқты. Осы бизнестағы ең үлкен шығындар қандай жалпы? Егер де залды ашатын болса, с нуля, ең үлкен шығын ол ең бірінші тренажерлары кетеді. Осылар кетеді. Бұлар сатып алып жүрген дұрыс па, әлде аренда алған дұрыс па? Аренда ала алмайсыз оны. Ешкім аренда бермейді. Бұны сатып аласыз. Ол қымбат тұрады. Әрқайсысы әртүрлі. Мысалы, китайскийлер алатын болса, олар ұзақ гарантиясы бар. Егер де итальянский тренажерлар бар, американский тренажерлар бар, олар қымбат тұрады. Өте қымбат тұрады. Бір тренажер, допустим, 2 миллион тұру мүмкін ше. 2 миллион, 3 миллион тұрады, егер новойдан алсаң. Майынан енді варианттар бар, егер средний сегментке көп залдар негізі жүргізбей жабылып қалады, сол залдың тренажерларын сатып алып жүргізуге болады, арзанырақ болады. Бірақ негізі көп ақша осы неге кетеді, тренажерге кетеді. Одан кейін ремонтқа көп ақша кетеді. Жалпы қазір командада қанша адам сенде? Менде командада 3 залды қосқан кезде 50 шақты адам бар ғой. 50 шақты бар. Жақсы тренерлерді қалай табуға болады? Мен жақсы тренерлерді өзім өсіріп шығамын. Өзің өсіресің. Өйткені бұрыннан бері істеп жүрген тренерлер өзі біріншіде желание жоқ па, сондай болады да. Ал новойдан өзің тәрбиелеп шықсаң, олардың амбициясы қатты болып тұрады, желаниесі артып тұрады жұмысқа. Бір жағынан мен өзім с нуля андай кіріп шығып қалыптастыра аламын ше. Көп тренерлердің басында корона бар да, там отыра береді, там ценностьқа қарамайды. Ал мен с нуля тренерлерді бүйтіп өзім қалыптастырамын. Сонда сенің ойыңша клиенттің біліктілік мамандығы маңызды ма, әлде адаммен қарым-қатынасы орната алған ба? Именно тренерствода бір жер маңызды емес деген нәрсе жоқ. Барлығы маңызды. Яғни білім болу керек, психологияң болу керек, адамдармен коммуникация жақсы болу керек, еще өзің денең болу керек, еще блогер болу керексің, психолог болу керексің. Барлығы маңызды. Егер де осы пункттардың біреуі болмай қалса, ол кезде ол успешный тренер болмай қалады. Осы командада проблема болды ма, және болса қалай шештің оларды? Командада проблемалар болды, өйткені адамды, тренерді өсіру деген өте көп энергия алады, білесіз ғой, өзіңіз бизнес тренер болғандықтан. Соны с нуля өсіп шығасың да, бірақ ол басқа жаққа кетіп қалады ше. Доғырға отырып сөйтесің, бірақ мысалы барлығын үйреніп алады, осы жерден бәрін қалыптасып алады да, басқа жаққа кетіп қалса мүмкін ше. Басқа жаққа, басқа залға мен жасап берген клиенттерді өзімен бірге алып кетеді ше. Сол кішкене обидно жері сол болып тұр. Ол енді жиі болып тұратын жағдай. Жалпы командаға қалай мотивация бересің? Командаға бәріміз үшін ақша ғой мотивация. Егер де жақсы тренер болсаң, жақсы коммуникабельный болсаң, жақсы білікті маман болсаң, міндетті түрде ақша көп табасың да. Менің міндетім оларға көп ақша табуға мүмкіндік жасап беру. Не только мүмкіндік, оларға жоспарын сызып беру. Өйткені мен өзім тренер болдым, 8 жыл тренер болдым. 8 жылда жақсы ақша шығардым да тренерстводан. Мен сол схеманы бұларға беремін ше. Осы кәсіпкерлік сені қалай өзгертті тұлға ретінде? Жақсы сұрақ негізінде. Кәсіпкерлік 360 градусқа өзгертті ғой. Мен негізі өзім даже сол залды ашып бастағаннан уже живой сразу практика болып кетті ше. Өткіл нәрсені өзі бастан өстіп
біз сразу инсайт ана теория оқып алу деген жоқ та, сразу өзі бастап кеткендіктен бүткіл жағынан психология жағынан да өзгертті, бүкіл жағынан өзгертті деп айтты ғой, ментальный жағынан да өзгертті, өмірге көзқарасын барлығын басқа жаққа қарай өзгертті ғой. Қазір мен бүкіл нәрсені өзім бизнес ретінде қараймын ше. Даже семьяны бизнес ретінде қараймын. Кәсіпкерлер машинада отырса да, қай жерде кетіп бара жатса да барлық заттан бизнес көріп тұрады ғой. Мысалы, сіз пробкада тұрсаңыз, машина, мысалы бізде жауап жетеді да, Алматыда адам көп, адам көп. Біз мысалы пробкада тұрсам, мен өзім ақша көріп тұрмын ше. Мен просто дұрыс соларға офер жіберіп, қалай солардан чек шығарсам деген ойда тұрамын да. Дұрыс, сол кәсіпкер солай болу керек қой негізі. Негізі мен ойлаймын, кәсіпкер деген мысалы кәсіпкердің мақсаты ақша табу негізі ше. Жақсы құндылықпен ақша табу. Зал болсын, басқа не болсын, оларға мысалы бізге без разница болу керек. Залмен ақша тапсаң да, товаркада жүрсең де, услугада болсаң да, сондықтан да қазір тағы да новый проектті құрып жатырмын. Ол да кішкене спортқа қатысы бар, бірақ енді товарка ол. Осы бизнес саған қандай үлкен сабақ берді, осы өзің бизнесің? Мен өзім бизнесім ешқашан берілмеу керек деген үлкен сабақ берді. Қандай қиын жағдай болмасын, негізі бизнесмендерде ең үлкен қиындықты айтайын ба, ол бастап жатқан кезде нөлге жұмыс жасау. Дайын болу. То нөлге жұмыс жасап отырып, сену алдыда барлығы жақсы болады деген, ол ең қиын нәрсе да. Көбінесе бизнесмендердің жаңағыдай мотивациясы жоқ болып, беліп қоятын көбісі сол ғой. Көбісі сол жерден беліп, екінші бизнеспен айналыспай кететіндер де бар да. Мысалы, Илон Масктың өзін қарасақ, ұшырған ракетасының барлығы жарылды, ешкім сенбеді, қайтпады, бірақ қазір сома үлкен сабақ ешқашан берілмеу керек деген. Сондай кейбір кезде продажа түссе, настроение түсіп кетеді ғой, сол кезде сол Илон Маскты, Стив Джобсты, барлығын андай минуста тұрған кездерін бәрін көремін да, содан кішігірім мотивация аламын. Дұрыс. Осы фитнес саласына кіргісі келетін, кәсіп ретінде көретін адамға қандай кеңес берер едің? Ол кісілерге ма? Енді бұл жерде егер өзімнің опытыммен айтатын болсам, ең бірінші бұл жерде команда керек, дұрыс жүйе керек, және жақсы стратегия керек ше. Өз спортсмен болу маңызды ма, маңызды емес па? Негізінде жаңағы егер кәсіпкер болатын болса, көп кәсіпкерлер бар, ешқандай да спортқа қатысы жоқ, бірақ зал ашып отқандар да. Негізінде айтып тұрмын, кәсіпкер болатын болса маңызды емес ше. Главное дұрыс адамдарды табу командаға, егер де дұрыс командаға тапса, лидер болу керек қой. Ол просто басқарып бір кнопкасын басып отырады да. Сен үшін қазіргі уақытта жетістік, успех деген не? Енді әрине қазір адами құндылықтарды и так та біледі ғой адамдар, бірақ қазір бізде кәсіпте мен үшін екі нәрсе, бұл енді ақшалай ғой. Өйткені жақсы, қалай айтсам болады, біздің өлшем бірлік ақшалай болғандықтан жетістік ақша болып есептеледі. Екіншіден адамдарға деген дұрыс бір пайда әкелу, сол екі мақсат ше. Бірақ негізі бірінші мақсатқа адамдарға пайда әкелу деген мақсатпен жүретін болса, ол кезде міндетті түрде ақша да келеді ше. Вот сол екі мақсат деп ойлаймын мен. Алдыға 2-3 жылға қандай жоспар құрып отырсың өзіңді осы бизнесінде? Иншаллах бұйыртса енді осы залдың несін көбейту. Осы жыл ойлап тұрмын 5 зал ашсам екен деп бұйыртса, 5-ке көбейтсем, потом үлкен бір зал ашқым келеді ше, бір 2,5 квадрат метр. Менде сол төртінші точка сондай болған, 2,5 квадрат метрді зал ашып, үлкен сол единый бүкіл Қазақстандағы спортсмендердің басын сол жерге қоссам екен деймін. Әрі қарай уже франшиза ғой. Франшиза дұрыс. Осы қазір біздің видеоны көріп, кәсіп ашқысы келетін адамға қандай 3 топ совет берер едің, кеңес? Егер де дәл қазір мен мысалы енді бірден бизнесті білімсіз бастап кеттім ғой, сол кезде стресске ұшырағам, сол болды ше. Мысалы көп жаңағыдай новыйдан информация, новыйдан қиындықтар, мен ондайға шынымды айтсам дайын болмадым, сондықтан да денсаулықтан кішігірім менде не болды да, проблема болды да. Ал егер де бизнесті енді бастан жатқан адамдарға мен ойлаймын білім алу керек деп ойлаймын. Дұрыс. Бірінші бүкіл маркетингті, менеджмент, жаңа HR да, қаржы, бірінші қаржылық сауаттылықты барлығын үйреніп алып барып, бизнес ашсам оңайырақ болады. Ертең денсаулығына зиян болмайды да. А бізде менде сразу бәріне практика жүзінде болып кетті да, сол кезде денсаулыққа не болып кетті. Бәрін өзіңнен өткіздің. Өзімнен өткіздім да.
ал енді қазір бір нәрсе болса менде уже не жоқ, стресс жоқ, ешқандай да эмоциональный качелялар жоқ, просто барлығын біліп отырамын, проблеманы тауып шешімін сразу қабылдап отырамын. Екінші кеңес жаңа еще тағы айтып кететін, егер де кәсіпте міндетті түрде ситуациялар болады, сол ситуацияларға жаңағындай білім болмаса эмоциямен қарап кетесің сразу. Сондықтан да білім болса барлығын жаңағыдай без эмоций бәрін басқарып отырасың да. Ал екінші кеңес психология жағынан мықты болу тоже. Стержень керек қой. Иә, қайтпайтын не керек қой, мінез керек та. Настойчивость дейді, көрген шығарсыз. Иә. Настойчивость керек. Үшінші кеңес? Үшінші кеңес, енді бір жалпылама айтып отырмын, енді бизнестің ішінен емес. Үшінші кеңес, денсаулық керек шығар енді. Денсаулық болмаса, энергия. Денсаулық болмаса, ешқандай да ақшаның да несі көмегі тимей қалады да. Сондықтан да денсаулық болсын, қимылдау керек, спортпен шұғылдану керек, айналысу керек деген сияқты. Өзіне қарау керек. Мысалы мен ауырсам да сол бизнес деп жүре беріппін да кейбір моменттерде. Ол үлкен последствия келді да. Сондықтан да кішкене ауырып бастап жатса, негізі ол сигнал ғой. Ол әшейін мысалы бүгін четверг, өзінен өзі ауырып қалдым деген болмайды да, ол жиналып келген нәрсе да. Сондықтан да денсаулыққа бірінші очередь маңызды болу керек. Мысалы мен энергиям көп болып, кейбір кезде ұйқым қанып сөйтіп тұрсам, ақша табуға деген желанием қаттырақ болып тұрады да. Вот сол денсаулық керек деп ойлаймын. Үлкен рахмет, Ақниет, өзің тәжірибеңмен, біліммен бөліскеніне. Достар, егер видео сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп алыңыз, лайк басыңыздар, ой пікірлерін жазыңдар, видеоны достарыңызға таратыңыздар. Егер фитнес-клуб бизнесі немесе денеңізді шынықтырғыңыз келсе, Ақниеттің инстаграмы осы видеоның астына сілтемесін қойып кетемін. Өзімнен сіздерге сәттілік тілеймін. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.